Бүгін Қуаныш базарында Инара Намазбаева ханымның жеке кәсіпкердің тікелей қолдауымен облыс әкімдігінің бастамасымен Қуаныш базарында Фараб кітапханасының жылжымалы пункті ашылды. Бұл жерде 3000-ға жуық кітап түрлі саладағы балаларға арналған әдебиеттер қойылды. Жалпы мақсатымыз, білесіздер, енді базарда отырған жеке кәсіпкерлер кітапханаға баруға көбіне уақыт таба алмайды. Сондықтан кітапхана бүгін сол кісілердің ортасына келді. Қызығушылық өте жоғарғы деңгейде. Осы кітапхананың тұрғызылғанына 1-2 айдың жүзі болды ғимараттың. Сол кезде халық өте көп келді, қашан ашыласыздар деп. Бүгінде таңертеңнен бері бір 20-30 адам кіріп шықты. Қай уақытта ашыласыздар, қандай кітаптар бар деп. Сондықтан бұл жобаның өміршеңдігі соның дәлелі сияқты.